Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай хит болып жатқан балаклава с ушками тоқитын боламыз. Ол үшін ешқандай крючок, спицияның қажеті жоқ. Тек қана жақсы пуфи деген жіп болады. Өз мынандай мамық болып келген жіп болғанда тек қана осындай петлялардан тұрады. Осылармен қолмен тоқитын боламыз. Ең алдымен жібіміздің ұзындығын айтып кетейін. Бұл жерде 100 граммда 9 метр жіп және цветі менде сиреневый. Бұл жіп өзі осындай петлялардан тұрады. Міне біз ең алдымен өзіміз міне петля тұр. Осылай ең шетінен 1-2 петляны сөгіп, ол үшін қайшының көмегімен осы петляларының арасында жіңішке жіп болады. Осыны кесеміз. Міне, сонда бізде жібіміз ұзарады. Тағы да 1 петляны ортасынан қисақ, міне, жібіміз ұзарды. Бұл бізге келешекте керек болады. Сол үшін ұзартып алдық. Міне, артығымен 30 петля санаймыз. Міне, әр петлямыз міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылайша 30-ға дейін санаймыз. Міне 30-ды санап бітірдім. Енді осы жерге өздеріңіз үйлеріңізде кез келген жіпті немесе менікі сияқты маркер болса, осылай маркермен белгілеп қойсаңыздар болады. Бұл біздің тоқымамызды осы жерден бастаймыз. Міне 30 петлямыз осы жіп, ал мұнау жұмыс жібі. Осы жұмыс жібінен мұнау алдымыздағы 30 петляға енгізіп шығамыз. Біз жаңа санағанда 30-шы петля мұнау еді, ал 31-ші мұнау келе жатты. Осы 30-шы петляның ішіне 31-ші петляны осылай енгіземіз астыңғы жағынан. Міне, көрдіңіздер ме? Тағы да көрсетемін. Мұнау 32-ші петля, оны 29-ші петляның ішіне енгіземін астыңғы жағынан. Тек қана астыңғы жағынан осылай. Сонда бізде тоқымамыз осылай оң болып келеді бізге. Ал теріс болып қалмау үшін айтып жатқаным сіздерге. Терісінен ол сіздер былай жұмыс жібін алдымыздағы петляға енгізіп осылай істеп қойсаңыздар, бұл теріс болып саналады. Сондықтан тек қана алдыңыздағы жіптің ішіне келе жатқан жұмыс жібін енгізесіздер. Міне. Сонда сіздерде алдарыңызда осылай бірінші қатар тоқылады. Осылайша міне қатардың соңына дейін тоқимыз. Осы шетке дейін тоқып жетеміз. Міне соңғы петляларға да жетіп қалдық. Бірінші қатарымызды тоқып бітірдік. Міне бізге осылай көрініп тұрады. Және осыны іш жағын, теріс жағын былай өзімізге қаратып, міне қарағандарыңыздай бүкіл петлямыз біздің өз орнында. Енді жаңағы ұзын болып келген жібіміз бар еді ғой, міне мынау жіп. Осыны ең бірінші тоқылған петлямызға енгіземіз. Міне осы тоқыманың бізде бірінші қатарды осылай замыкать етеміз. Сонда бізде осылай круг пайда болады. Міне. Енгізіп, мына жерден тоқымамыз ажырап кетпеу үшін бір байлай тұрамыз бака әзірге. Әлі бұны толық бітіріп, соңына жеткенде әдемілеп жіптерін байлап жасырамыз ішіне. Ал енді екінші қатар тоқимыз. Міне бізде мынау тоқыманың басы, мынау соңғы жағы еді. Екеу бір жаққа кеп замыкаться етті. Енді тоқымадан ары қарай сразу екінші қатар тоқып кете береміз. Міне жалғастырып.
Сонда бізде по кругу балаклава тоқылып кете береді. Екінші қатарға да дәл сол тоқыманы қайталаймыз. Яғни мына петляның ішінен былай жұмыс жібін енгіземіз петляны. Келесісіне, міне келесі петля келді, осыған жұмыс жібіндегі петляны енгіземіз. Міне. Сонда бізде екінші қатар тоқылып жатыр. Ал мынау маркер бізде екі жақты білдіріп тұрады. Мына жақта екінші қатар болғанмен, мына жақ бірінші қатар. Сонда біз жеткенімізде мына жақтан уже үшінші қатар басталып кетеді. Сол үшін жіпті байлап қойсаңыздар болады, сол жерге бір белгі беріп. Міне. Осылайша бізде балаклаваны тоқи береміз. Айналдыра тоқып, үшінші қатардың басында кездесеміз. Міне қыздар, мен уже үш қатарын тоқып қойдым. Ол қатарға қалай келгенімді мына маркердің көмегімен айттым, бұл келіп көріп отырамын деп. Мына жақта үш қатар. Енді осы үш қатарды қазір ары қарай міне төртінші қатар басталып кете береді. Осылайша келесі петляны жанындағы петляға енгізіп кете беремін. Айта кететін жағдай, осындай кезде сіздер мына тоқып жатқан тоқымаларыңыздың бір қарап қойыңыздар осылай тоқып жатқан кезде. Өйткені бір петлялар болады, өздері тоқылмай арада қалып кетеді. Мысалға, қазір біреуін көрсетейін сіздерге. Не, мен тоқыдым, ал ортада мына петля бос қалып кетті. Мен бұны абайсызда, бойқаусызда қалдырып кеттім деп ойлаймын. Мысалы, сондықтан ондай қалып кетсе, былай сөгіңіздер. Сөгесіздер және қайттан тоқи бересіздер. Сосын петля тоқып жатқанда, мысалы, бір петлялар былай айқасып, айналып кетіп, тоқылып қалса, ол біздің тоқымамыз, міне мен айналдырып қазір әдейіге тоқыдым. Ондай петлялар былай барлығы сияқты түспейді, өзі басқаша айналып тұрады, ерекшеу. Осыны да шешіп, осылай сөгіп, қайтадан бұрап тоқып жібересіздер. Осылайша біз қазір міне 1, 2, 3, 4 қатар болды. Және тағы 4 қатар тоқимыз. Міне қыздар, 8 қатар тоқып болдық. Енді 9 қатарға келдік. Міне 9 қатарда осылай 11 петляны тоқып аламыз. Міне 9 қатардың 11 петлясын тоқимыз. 1, 2, 3. Он бір петля тоқыдық. Ары қарай. Міне 11 петлямызды қалдырамыз да біз 8 петляны мына жақтан бір-бірімен замыкать етіп жауып шығамыз. Яғни, бұлай көзінің проемы шығару үшін. Яғни, 8 петляны жауып шығамыз өзіне өзін. Сонда бізге көзінің проемы шығады. Оны қалай істейміз? Міне, бір петляға екінші петляны енгіземіз. Міне, көрдіңіздер ме? Екінші петляны үшінші петляға енгіземіз. Осылайша бізде 8 петляны жауып шығамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай бізге 8 петляны жапқан соң, 9 петля, енді 8 петля санап жоғарыдан тоқымай қалдырамыз. Міне 8 петля қалды. 9 петляны жаңағы петляға тоқимыз. Ары қарай 9 қатарда аяқтаймыз.
10 қатарға келдік. Осылай тоқи береміз. Міне, біз уже көздің үстіне келдік. Мына жерде көздің орны болады, және үстінен біз 4 қатар тоқимыз. Петлялар айналып кетпесін, соған қадағалаңыздар. Сонда сіздерде де осындай ровно шығады барлығы. Міне, мен көздің үстін тоқып жатырмын. Бірінші қатар тоқылды көздің үстінен. Осылайша 4 қатар болғанға дейін айналдырып тоқи береміз. Міне қыздар, біз уже көздің проемы дайын, бірақ мына жақтан мен қазір әзірге 3 қатар тоқыдым. Сіздермен 4-ші қатарды бірге тоқып, көздің жоғарысындағы сөйтіп жібіміз таусылайын деп жатыр. Оны қалай жалғау керек екенін көрсететін боламын. Ішкі жағынан да қадағалап отырыңыздар. Міне, ешқандай петля бос қалып кетпейді. Бірінші моток таусылайын деді. Қазір екінші моток жіпті жалғауды көрсетемін. Оны жасау өте оңай. Жіпті алып, міне бір ұшын былай тартамыз. Және жіптің соңғы жағымен мына жаңа жіпті барынша жақын қылып байлаймыз. Сонда мына 2 петлямыз жаңа жіп пен бұрынғы жіптің петлясы бір-біріне жақын тұрады. Бір байлап, екінші рет байласап, болды. Осылайша біздің жібіміз жалғанды. Ал мынау жаңа бас киімді тоқып біткен кезде бұны ішкі жағына жасырып қоямыз. Сонда ешқандай ешнәрсе көрінбейтін болады. Міне бізде қатардың 4-ші қатардың аяқтадық. Мынау көздің проемынан жоғары 4 қатар тоқыдық. Так. Мына менің маркерім, осы маркердан жоғары не линия. Енді біз тек қана мына петляларды убавлять етеміз. То есть мына бас киімнің төбе жағы, көрсетейін сіздерге. Мына төбе жағын біз 4 қатарын тоқыдық. Енді осы үстіңгі жағын тоқу керек біз. Үстіңгі жағын тоқу үшін бізге петляларды бір-бірінен убавлять етеміз. Мына макушканы тоқу үшін. Бірінші петля мен екінші петляны қолымызға аламыз. Міне біз жаңадан қатарға келдік. Ол қатарымыз бізде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 қатар тоқылды. Енді 14-ші қатарда тек қана убавлять етіп шығамыз. То есть барлығын кішірейтіп шығамыз. Оны қалай істейміз? Бірінші петля мен екінші петляны алып бір-біріне осылай айқастырып, міне ортасында уже проем бар. Осыған жұмыс жібінен келе жатқан петляны өткіземіз. Міне бұлай. Көрдіңіздер ме? 2 петляны бір петлядан шығарамыз. Тағы да қасындағыны да солай істейміз. Міне 2 петляны, сол петляның үстіне оң петляны қойып, бірге сөйтіп жұмыс жібінен петляны алып, соны өткіземіз. Міне біз уже кішірейтіп жатырмыз бас киімімізді. Тағы да көрсетемін. Сол петляның үстіне оң петляны қойып, жұмыс жібіндегі петляны алып, міне соны өткіземіз. Сол петляның үстіне оң петляны қойып, жұмыс жібінен петляны алып өткіземіз.
Осылайша бізде барлығы 4 ақ петля қалады. Ең соңында кішірейіп 4 петля қалғанға дейін тек қана осылай по кругу айналдыра, міне, тек айнала келе береміз, кішірейтіп. Міне, бізде уже кішірейіп жатыр, бас киімнің төбесі болып пайда болып жатыр. Міне. Тек осылайша бас киімді айналдыра кішірейте береміз. Соңында 4 петля қалғанға дейін осылай кішірейтеміз. 5 петля болып тұр. Тағы да кішірейтеміз. Міне. Енді қарасаңыздар, бізде 4 петля қалды. Айтқанымдай, және ортасында кішкене проем бар. Осыған жібімізді қию үшін қараңыз. 4 петля қалып тұр ғой, біз қазір одан жіп өткізу керекпіз, айналдыра. Сол үшін бізге артығымен 1, 2, 3 петляны кесеміз, қиямыз мұны жібімізді. Тоқма аяқталды. Енді осы 3 петляның ортасынан осылай жіңішке жіптерді қиып, жібімізді ұзартамыз. Мына жіп ұзарды. Енді осы ұзын жіппенен мына петлялардың ішінен енгізе отырып, по кругу жүреміз. Бұлай. Бұлай. Төртеуінен өткен соң, обязательно мынау ең біріншісін 5-ші қылып өткізе салыңыздар. Сонда сіздерден мына петлядан 2 рет жіп айнала өткен болады. Ол неге? Өйткені тоққанымызда бір келкі әдем болу үшін. Ал егер бұлай тек қана бұлай өткізсек, мына жағымыз ажырап қосылмай тұрған сияқты болады да, бөлектеніп. Сол бір келкі болу үшін петлядан өткіземіз. Екінші рет тек осы петлядан ғана өткіземіз да. Енді жібімізді міне бас киімнің ортасынан осылай кіргіземіз. Кіргізіп осылай тартамыз. Міне. Төбесі жабылды бас киімнің. Сонымен қарасаңыздар, біздің балаклавамыз общий дайын болды. Енді бұның ушкиларын тігіп, жіптерін жасырып қоямыз. Олардың ушкиін мен тоқып қойдым, және видеосын жақын арада салатын боламын. Қазір осыны бірге ушкиді бас киімге тігетін боламыз. Ол үшін міне, мен жаңағы ұзын жібі бар ушкимізді, ұзын жіп болады. Осыны бұлай сәйкестендіремін. Сөйтіп, бас киімді негізінде крючокпен пайдалансаңыздар болады, немесе мен сияқты осы бас киімді ушкиді прикрепить етуге болады. Ол үшін бұлай жіпті өзімізге ыңғайластырып, вдоль, мұна бұлайша айтқанда, бұлай вдоль прикрепить етіп қоямыз бас киімге. Міне, примерно осы жерден бас киімге құлақты тігіп қойсақ, міне, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп, өздеріңізге шақтап қылып, айнаға қарап тұрып, осылай ушкиді орналастырып алсаңыздар болады. Ал мен жай ғана осылай қолмен әр неге өткізіп, міне шыққан жағынан, енді жанынан жіпті сыртқа, ішке шығара отырып, айқастырып, міне тігіп жатырмын қолмен. Ол еш қиындығы жоқ. Оған бүйтіп аса қатты мән беріп жатқан жоқпын, қорқатындай емес. Міне болды. Ине жіптің де қажеті жоқ болды. Қаласаңыздар, ине жіппен де тігіп қоюға болады. Міне
бір құлағымыз әзірге дайын. Енді екінші құлағымызды осылай фиксировать етеміз. Міне. Ол үшін осы жақтан так бір шетіне шығып аламыз тоқманы. Бір шетіне шығып аламыз осылай. Содан мынаған сәйкестендіріп, міне, примерно осы жер болады. Осылай жіпті тоқмалардың арасынан кіргізіп кетеміз. Сосын шығарамыз. Міне. Басқа жағынан енгіземіз. Сонда біздің ушки балаклавамызға тігіліп қалды. Көрдіңіздер ғой? Енді балаклавамыздың артық жіптері болады. Сол артық жіптерін қазір жасырамыз. Ол үшін мынаны теріс қаратып, тоқмамызды ішкі жағын қарасаңыздар, бәрі әдемі, ровно болып тұрады. Осылай. Енді бағанағы төбесін, міне жіптерді тұрыстап, туралап, мынаны ең төбесін түйіндеп, макушка жағын сөгілмейтін қылып, крючоктың көмегімен жан жақтарына жасырып қоямыз. Міне, осылай. Және тағы да енгізіп, тағы басқа жағынан да енгізіп, осылайша жіпті жасырып қоюға болады. Ал енді жібімізді жеткілікті жасырдық деп ойлаймын. Сөгілмейтін болған соң біз қиямыз жібімізді. Келесісін, мына жерде жалғанған бағана екі жіп аяқталған еді ғой, сонда біз жалғадық қой, осыны жасыратын боламыз. Ол да дәл сондай барлығын үстіп жіптерімізді жасырып шығамыз. Міне қыздар, біздің балаклавамыз аяқталды. Тек қана ең соңындағы мынау жұмыс жібі басы қалды. Осыны мына маркерімді шешіп алдым. Енді осыны білдіртпей жасырып қоямыз жіпімізді. Арасында осылай түйіндеп, байлап, міне, сіздерге көрінетіндей болсын. Осылай тоқмамызды ішкі жағынан жасырамыз. Міне, біздің балаклавамыз дайын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге тоқығандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.